Қаржылық мониторинг агенттігі TaskScat интернет жобасында қаржы пирамидасының белгілерін анықтады. Жобаға қатысу шарты бойынша азаматтарға тапсырмаларды орындау арқылы табыс табу ұсынылды. Ол үшін 2,5 мың теңге көлемінде сыйақы тағайындалуы тиіс болатын. Сонымен қатар жаңа қатысушыны шақырған үшін төлемдердің 5-тен 15%-на дейін төленуі тиіс еді. Ұйымдастырушылар өз қызметтерін 100-ден 1000%-ға дейінгі кірістілікпен кешенді жобаларды сатты. Сондай-ақ жаңадан келгендер табысқа жету жолымен жеңімпаздардың қымбат жабдықтары бар фотосуреттерін жариялау арқылы да қызықтырды. Мониторинг жүйелері бұл қаржы пирамидасының сайты жұмыс істемейтінін анықтады. Сайтты бұғаттау және халықты жинақ ақшасын жоғалту қаупінен қорғау жұмыстары жүргізілуде. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін анықтау мақсатында Telegram әлеуметтік желісінде көрсетілген мәлімет ақпараттық кітапқа тіркеліп, тиісті қорытынды жасау үшін қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жолданды. Тексеру қорытындысы бойынша құқықтық баға беріліп, процессуалдық шешім қабылданады. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды сақ болуға және оларды қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың айлаларына түспеуге шақырады.